Сәлем достар, бүгінгі біздің сабағымыз нөмірі 25 параграф практикум, күрделі шарттарды программалау. Жұмыстың мақсаты Python программалау тіліндегі күрделі шарттарды қолдануға арналған есептер шығару. А деңгейі тапсырма төменде берілген блок сызбалар бойынша Python программалау тілінде программа жазу. X тең true, Y тең true. Шығу керек X and Y тегі жауабы. Ол үшін программа құрамыз. X тең true, Y тең true деп программаға X пен Y-ті енгізіп аламыз. Және де нәтижесін шығару үшін print жақша ашып, жақшаның ішіне X and Y деп жазып аламыз. Енді жауабын тексерейік. Сақтап аламыз құжатымызды. True деп жауабы шықты. Келесіде солай болады. Яғни бұл жерде X те true, Y те true, енді and-ның орнына енді орды қойып, жауабын тексеретін боламыз. Үшінші есепте X тең true, not X-ті шығару керек. Ол үшін Y-ті өшіріп тастаймыз дағыны, X тең true-ді қойып, нәтижесіне, яғни printке X, not X деп жазамыз. Программамыз жазып болдық, енді нәтижесін тексерейік. False. Жауабы дұрыс, яғни нотта керісінше шығу керек. True болатын болса, false болатын болса, true. Енді V деңгейінің есебі, V деңгейіндегі тапсырма бойынша X айнымалысының 1 мен 100 аралығына жататын тексеру керек. Яғни шарт X мәні осы аралықтағы сандарды қабылдағанда ақиқат болуы керек. Бұл жерде екі тексеру орындалуы керек екені көрініп тұр. Алдымен X үлкен тең 1-ге екенін, содан кейін X кіші және тең 100 екенін тексереміз. Егер екі шарт та бір мезетте орындалса, онда X мәні көрсетілген аралықта жатады. Төменде программалық кодты салыстыру амалдарымен және логикалық амалдармен толықтыру нәтижесін тексеріңдер дейді. Ал енді өзіміз программамызға салып көрейік. Жаңа файл ашып, енді программамызды тереміз. Бұл жерде X тең 50 деп тұр. Біз 50-ден де басқа сандарды енгізгіміз келгендіктен X тең int input деп X-тің өзін енгізіп аламыз. If, яғни енді логикалық өрнек шарт кетеді. X-іміз үлкен және тең 1-ден. Екі шартта бірге орындалу үшін ортасына end-ні қолданамыз. X кіші және тең 100-ден. Print X мәні, яғни X-тің берген санымыз 1 мен 100 аралығына жатады деген сөзді шығару керек. Қалған жағдайда, басқа жағдайда жатпайды деген сөзді шығару керек. Енді нәтижені тексеріп көрейік. Файлымызды сақтаймыз. X-ге енді 50-дің өзін беріп көрейік. 1 мен 100 аралығына жатады. Енді басқа сан 100-ден үлкен сан беріп көрейік. Мысал үшін 150. Жатпайды. Енді минус таңбалы бірден кіші сандар беріп көрейік. Минус 50. Жатпайды. Шартымыз қанағаттандырылып тұр. Енді екінші тапсырма тура солай, тек қана ешқандай шартты өзгертпейміз, тек қана жатады, жатпайды деген сөздерді ауыстырып қоятын боламыз. Сонда есебіміздің жауабы шығады. Осымен А-В деңгейлерін біттік. Енді С деңгейі бірінші тапсырма. Берілген жағдайлар орындалғанда ақиқат болатын шарттарды жазу керек. 3 тапсырма берілді. Біріншісі X пен Y сандарының екеуі де тақ болғанда ақиқат сөзін шығару керек. X-іміз енгізіліп тұр. Енді Y-ті тура осылай енгізіп алайық. Шарт бойынша бізде X те Y те тақсан болу керек. Ол үшін мен X пен Y-ті 2-ге бөлемін. Яғни жұп санға бөлгенде қалдықпен шығатын болса, онда ол тақсан деген сөз. Екі шартта бірдей орындалу үшін енді логикалық амалын қолданамыз. Y-ті де 2-ге бөлгенде қалдықпен шығу керек. Сонда бізге нәтижеде ақиқат деген сөзді шығару керек. Басқа жағдайда жалған деген сөзді.
программамыз жазып болдық, нәтижесін тексерейік. Мысал үшін 3, 9 деген тақсандарды берейік. Ақиқат, екеуі де өткен тақсан. Біреуін енді жұпсандарды берейік. 6, 12 жалған. Енді біреуін жұпсан, екіншісін тақсан қып көрейік. Онда жалған болады, өйткені шарт бойынша екеуі де тақсан болуы керек. Екіншісі x пен y сандарының бірі 10-нан кіші болғанда дейді. Бұл жерде шартты өзгертеміз. X-ті де, y-ті де 10-нан кіші дейміз, бірақ логикалық амалымыз екеуінің бірі болғандықтан or немесе логикалық амалы орындалады. Жауабын тексерейік. Яғни біреуіне кіші, біреуіне үлкен беріп көрейік. Ақиқат. Үшіншісі x пен y сандарының бірі 0-ге тең болғанда. Шартты өзгертеміз. Екеуінің біреуі 0-ге тең болғанда. Әрине, or логикалық амалы орындалады. Ал енді көрейік. X-іміз 6-ға 7-ге. Яғни екеуі де 0-ге тең емес, жалған. 8-ге біреу 0-ге. Ақиқат. С деңгейін екінші тапсырмасы берілген жағдайлар орындалғанда ақиқат болатын шарттарды жазу керек. А бүтін саны 2-ге немесе 3-ге қалдықсыз бөлінгенде дейді. А бүтін санын енгізіп аламыз, яғни x-тің орнына А-ны қойып, y-ті өшіреміз. Енді шарт бойынша А бүтін саны 2-ге бөліну керек қалдықсыз, және 3-ге бөліну керек қалдықсыз, яғни А қалдықпен бөлу 2-ге тең 0, және y-іміз 3-ге қалдықсыз бөліну керек. Жауабын тексерейік. 6 екеуіне де бөлінеді. Енді екеуіне де бөлінбейтін, мысал үшін 5 жалған. А бүтін саны 3-тің еселігі болмағанда. Яғни шарт бойынша 3-ге бөлінбейтін сандар ақиқат деп шығу керек. Ол үшін А-ны 3-ге бөлгенде 1 қалдық қалса, және А-ны А бүтін сан 3-ге бөлгенде 2 қалдық қалатын сандар болатын болса, онда ақиқат деген сөз шығу керек. Мысал үшін 8 3-ге бөлінбейді, ақиқат. Тағы да бір сан жазып көрейік. Мысал үшін 14 3-ге бөлінбейді, ақиқат. Енді бөлінетін санды жазып көрейік. Мысал үшін 15 жалған. Үшінші тапсырманың бірінші есебі. N бүтін саны 5-тің немесе 7-нің еселігі болғанда. Яғни 5-ге де 7-ге бөлінетін сандар болу керек. Сонда ақиқат деген сөз шығару керек. N бүтін санын енгізіп аламыз. Енді N 5-ге қалдықсыз бөліну керек. Және 7-ге қалдықсыз бөліну керек. Енді жауабын тексерейік. Екеуіне де бөлінетін, мысал үшін 35 саны. Ақиқат. Енді 5-ге де 7-ге де бөлінбейтін 33 санын енгізіп көрейік. Жалған. Және де тағы бір сан енгізіп көрейік. 70. Екеуіне де бөлінеді. Ақиқат. Ең соңғы есебіміз n бүтін саны 4-тің еселігі болмағанда, 0-ге аяқталмағанда ақиқат сөзін шығару керек. Шарт бойынша n бүтін саны 4-ге бөлінгенде 0-ге тең болмау керек, яғни қалдықпен шығу керек, еселігі болмау керек. Және енді сол енгізген санымыз соңы 0 болмау керек. Яғни оны 10-ға бөлеміз. 10-дық сан болмау керек. Жауабын тексерейік. Мысал үшін 30 саны 4-тің еселігі емес. Яғни 34-ге бөлінбейді. Бірақ ол 0-мен аяқталып тұр, сондықтан жалған деген сөзді шығару керек бізге. Жауабы дұрыс шықты. Тағы бір сан беріп көрейік. Мысал үшін 15
4-ке бөлінбейді және 0-мен аяқталмайды, сондықтан ақиқат деген жауапты шығарды. Осымен есебіміздің барлығы шықты. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.